Сенат құрамы 80%-ға жаңарды. Бүгін орталық сайлау комиссиясы қорытындыны жариялап, су жаңа депутаттардың атын атады. 20 өңірдің мәслихаттары сайлаған сенаторлар кімдер? Әріптесім Аягөз Тұрсынбай толығырақ. Орталық сайлау комиссиясы бүгін сенбіде өткен сенат сайлауының қорытындыларымен бөлісті. Саяси додада барлығы 55 үміткер бақ сынап, 20 депутат оқ бойы озып шықты. Әуелде 130 азамат сенатор болуға өтініш білдірген, кейін 75-і өз еркімен сайлауға қатысудан бас тартты. Жаңадан құрылған Абай, Ұлытау, Жетісу облыстарынан алғаш рет жоғарғы палатаға бір депутаттан сайланды. 3000-ға жуық мәслихат депутаты, яғни сайлаушылардың 90% дауыс берді. 55 мәслихат депутаты бюллетендегі бәріне қарсымын жолағын таңдаған. Мандатқа ие болғандардың басым бөлігі өзін-өзі ұсынушылар болды. Бұл азаматтық қоғамда және жеке саяси мүдденің артып келе жатқанын көрсетеді. Бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау туралы конституциялық заңда белгіленген тәртіппен жариялауды тапсырамын. Сайланған депутаттарға жеке тоқталсақ, 20 депутаттың 3-і әйел, арасында елге белгілі журналист, 2016 жылы Сенатта Тоқаевтың баспасөз хатшысы болған Бибігүл Жексенбай бар екенін айта кеткен жөн. Олардың орташа жасы 53-те. Сенаттың қазіргі 4 депутаты қайта сайланса, 16 сенатор жаңарды. Дегенмен жоғарғы палатаға сырттан келген ешкім жоқ. Сайланған су жаңа депутаттардың 5-і жергілікті мәслихаттың хатшысы, 4-і облыс әкімдердің орынбасарлары, тағы 2-і мемлекеттік орган қызметкері. Жеңіске жеткен кандидаттардың тек 1-і ғана оқу орнын басқарған. Мемлекеттік қызметке қатысы жоқ, тәуелсіз қоғамдық ұйымнан бірде-бір кандидат сайланбады. Неге сайланған азаматтардың ішінде қоғам белсенділері, қоғамдық ұйымдардың өкілдері жоқ? Әлде сайлауға қатысып жатқан кандидаттарға міндетті түрде мемлекеттік қызметте жұмыс істеу керек деген талап қойылды ма? Міндетті түрде ол мемлекеттік қызметте осындай тәжірибе жиналған деген талап қойылған жоқ. Және де айттық қой, 130 кандидат кезінде өз өтініштерін берді. Солардың ішінде қоғам белсенділері де болды. Бірақ жаңағы айтқан Конституцияда және де сайлау туралы заңда көрсетілген талаптарға сай келмегендері болды. Сайланғандар енді 6 жыл депутаттық мандатқа ие. Олар парламентте ант берген күннен бастап жұмысқа кіріседі. Айта кетейік, сайлау сенат депутаттарының мерзімі аяқталуына орай өткізіліп отыр. Жалпы науқанға ел бюджетінен 369 миллион теңге жұмсалды. Аягөз Тұрсынбай, Заманбек Сүйенбеков, Мұратбек Рахымбеков, Айбат, жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.